М. Бүгінгі оқу мақсаттары атомдар мен молекулалардың айырмашылықтарын білу, иә? Әрі қарай. Ойнау жылжымай қалды ғой. Атом дегеніміз айналамыздағы ағаштар, жануарлар, үйлер, технологиялық гаджеттер және де басқа осы біздің қоршап тұрған барлық заттарымыз өте ұсақ майда бөлшектерден тұрады, иә? Бұл бөлшектерді біз жай көзбен көре алмаймыз, иә? Олар атомдар екен. Олар ұсақ бөлшек болғаннан кейін біз оларды жай көзбен көре алмаймыз. Адамдардың қазіргі замандағы барлық технологиялардың көмегімен суреттерін салуға болады, иә. Мысалы, бұрынғы заманда молекулалардың қалай болатынын, қайсы қай жерде орналасатыны кішкене белгісіздеу болатын болса, қазіргі заманда барлығын оңай жасауға болады, иә. Қазіргі уақытта өз атауы, массасы, өлшемі бар сан алуан атом түрлері белгілі. Бұл атом түрлері химиялық элементтер деп аталады. Өздеріңіз кітаптарыңыздың ең бірінші беттерін ашып қарасаңыздар, Менделеевтің кестесі бар. Ең бірінші тұрған элемент бізде сутек элементі, одан кейін әрі қарай кете береді. Литий кетеді, калий, натрий деп кетеді. Осылардың барлығы атом түрлері. Олардың ішінде әртүрлі молекулалары болады. Келесі, химиялық элементтер периодтық кестесінде орналасқан айттым, иә? Мысал ретінде жаңа сутекті көрдік. Өздеріңіз Менделеев кестесінің бірінші бетін ашып қараңыздар, сол жерде орналасқан. Келесі, атом дегеніміз бұл өте ұсақ бөлшектер. Олардың нақты өлшемі әрі элементі олардың әртүрлі болады. Атомдардың 99%-ы бос кеңістіктен тұрады. Атом ішкі үлкен спорт аренасына теңесек, онда ядроларының бұршақ көлемінде ғана болады. Мысалы, егер кеңістікті алатын болсақ, атом дегеніміз соның ішіндегі ең кішкентай бөлшегі, иә? Атом ядросын білеміз, иә? Негізгі құрамдас бөлігі. Оның атом массасының толықтай массасын құрайды. Бұл жерде атомдарды электрондар қоршайды жан-жағынан, және де мысалы электрон саны бір протонның массасын құрайтын болады. Енді атом дегеніміз түсінікті, иә? Енді молекула дегеніміз не? Молекула дегеніміз атомдар өзара бірігісіп молекулаларды құрайды. Мысалы, сутектің 2 атомы, немесе оттектің 1 атомы мен су молекуласы құралады. Мысалы, H2O деп айтамыз ғой біз судың формуласын, иә? Судың формуласы H2O. Осы жерде 2 сутек, 1 оттек қосылу арқылы судың молекуласын құрап тұр екен. Бұл судың ең кіші бөлшегі болып табылады. Мысалы, не бар? Молекула 2 атомнан тұратын болса, оны диатомды молекула деп атаймыз. Ол бізде N2 болып белгіленеді. N2, H2, O2 деп міне слайдта көрсеңіздер, мына жерде қарап тұршы, ссылкам барып тұр ғой, N2 деп тұр, иә? Осы бізде диатом молекуласы. Молекула дегеніміз бастапқы заттың сипаттамаларын сақтайтын элементтің немесе қосылыстың ең кіші бөлшегі екен. Осы жерде молекула дегенді жазып алайық. Дәптерлерімізге конспект түрінде жазып алайық. Молекула дегеніміз кітапты неге ашпадың? Екінші бет. Иә, кітапта ашыңыздар дедім. Кітапта да бар. Аха, жазын. Ең ұсақ бөлшектерді біз молекулалар деп атаймыз. Ең ұсақ бөлшектер молекула. Бір қарапайым сөзбен жасалады. Судың формуласын жазып қойдым, тақтада тұр, H2O. H2O.
Энче жазасың ба? 42-ші бет. Иә. Жазасың ба? Мұғалім ашкен аружан белгілі ма или себепсіз қалып отыр ма? Ауырып жатыр. Ауырып жатыр себеппен. Жақсы. Жаңағы сынып жетекшілерге айттым ба ауырып жатыр? Жазып болдыңыздар ма? Келесі слайдты қоя берейін ба? Артқы оқушыларға көрініп тұр ма? Арттағы оқушыларға? Көрінбейтін болса, слайд тура кітапта бар. Кітапта 42-ші бетте ең астында жазылып тұр қарамен. Жай және күрделі заттардың деп. Артта кімге көрінбейді? Кеп телефонға түсіріп алып кетсеңдер болады. Жақсы, слайдты ауыстыра берейін, иә? Енді сіздерге берілген атомның қысқаша тарихы деген сіздерге кітапта берілген. Мен оқымай-ақ қояйын, иә, жаңағы список бойынша айтайын. Әділ деген оқушы бар ма? Бар. Әділ, бастап оқыңыз. Қай жерде? Осы слайдтағын оқи беріңіз. Ежелгі грек философы деп басталғанды. Ол көрінбейді, кішкентай ғана жазулармен жазылып тұр. Жақсы, ендеше онда кітаптан оқиық. Кітаптан сол тақырыптың басынан бастап оқиық. Заттардың неден құралатыны жөніндегі деп басталады ғой, соны бастап. Заттар неден құралатыны жөніндегі мәселелер адамзатты ертеден ақ ойландырады. Гректер заттардың ұсақ бөлшектер тұратынын болжаған. Біздің заманымызға дейін 420 жылы грек философы Демократ материя бөлбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады деген гипотезаны ұсақтаған. Атом дегеніміз бұл бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бұны Демокрит 42-ші жылы, біздің заманымызға дейін 42-ші жылы ойлап, болжап тапқан екен, иә. Енді заттарды шексіз ұсақтау мүмкін емес екенінше ол сондай қорытынды тұжырым жасады, иә. Содан кейін осы бір ұсақ бөлінбейтін бөлшектердің атом болуы тиіс деген жаңағындай тұжырымдама жасаған. Енді осы жерде біз Демокриттан бөлек атом молекулалық ілімді дамытып, оның алғашқы ғылыми химия ғылымында қолданылған ұлы орыс ғалымы Ломоносов екен. Одан кейін ол ғалымды әрі қарай зерттеген ағылшын ғалымы Дальтон екен, иә. Одан кейін барып, осы атом молекулалық ілімді әрі қарай жалғастырып алып кеткен 19-шы ғасырда 1860 жылы Германия қаласында халықаралық съезде атомдар мен молекула деген ұғымды нақтылайды екен. Түсінікті ғой? Атом не, молекула дегеніміз не? Түсінікті, иә, оқушылар? Түсінікті ме? Молекула не болды? Молекула дегеніміз не болды? Молекула бұл заттың ең кіші бөлшегі. Жақсы. Атом ше? Бөлінбейтін. Атом бөлінбейтін. Жақсы. Бөлінбейтін не нәрсе екен? Бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Дұрыс. Келесі. Енді қазір мен сіздерге мына жерде видео сабақ қоям, соны тыңдайық. Көрініп тұр ма? Неден көрініп тұрған жоқ па? Зумнан. Көрініп тұр. Жоқ, бірақ видео жоқ. Видео жоқ, көрініп тұрған жоқ, иә, видео. Қазір видеоны қоям. Демонстративный. Қазір. Біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші ғасырда ежелгі гректер денелер көрінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады деп ойлаған. Олар оны атом деп атаған. Бұл сөз бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бұл
Бұл гипотеза эмпирикалық деректерге емес, философиялық талқылауларға сүйене отырып пайда болған. Атомдарды жай көзбен көру мүмкін емес. Сондықтан оларды көру үшін арнайы құрылғыларды қолданамыз. Ежелгі философтардың осы гипотезасы біраз уақыт ұмытылып кеткен. Кейін бұл гипотеза 19 ғасырдың басында Джон Дальтонның теориясында келтіріледі. Өз тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, Дальтон дене атомдардан тұрады деген болжам жасады. Бұл қазіргі ғылымға негіз болды. Қазір біз атомдардың көрінбейтінін және олар ядромен оны айнала қозғалатын электрондардан тұратынын нақты білеміз. Түсінікті ма, оқушылар? Келесі видеоны көрейік. Шамамен 200 жыл бұрын Джон Дальтон барлық материя атомдардан тұрады деген теориясын ұсынды. Ол атомдарды бильярд шарлар секілді кішігірім қатты шарлар ретінде суреттеді. Дальтон атомдарды бөлек күйде көре алмағандығына қарамастан, оларды елестету арқылы өзінің атомдық теориясын тұжырымдады. Дальтонның теориясына сәйкес, қаншама химиялық элемент болса, сонша атом түрі болады, және бір элементтің барлық атомдары бірдей. Яғни олардың массалары мен қасиеттері бір болады. Бұл теория материяның атомдық теориясының бастауы болды. Жақсы. Үшінші видеомыз. Жекелеген элементтердің атомдарының массасы, өлшемі мен қасиеттері әртүрлі болып келеді. Олардың өте кішкентайлығы соншалық, диаметрі адам шашының диаметрінен шамамен 100 000 есе кіші. Олардың массалары да аз. Атомдарды бір-бірімен әрекеттесетін кішкентай сфералар ретінде елестетуге болады. Олар басқа атомдарды өзіне тартады және тебеді. Химиялық байланысты екі немесе одан да көп атомдар жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Біз конспектті жазып алдыңыздар, я сіздер? Жаңа айтылған атом деген не, молекула деген не? Я, оқушылар? Жақсы. Ендеше біз жаттығу жасайық. Бірінші жаттығу: көз және көру құрылғыларымен көруге болатын суреттерді сәйкестендір дейді. Біз көзбен қоңыздарды көре аламыз. Мынаны көре аламыз, иә, мынаумен. Сосын Микроскоппен бактерияларды көре аламыз. Жоқ, мынау лупамен біз нені көре аламыз? Микроскоппен бактерияларды көре аламыз, лупамен. Ағаш кесін сол. Мынау қоңыздың бетін көре аламыз, иә? Нені тексеріп көрейік. Аха, дұрыс. Көзбен жай кетіп бара жатқан тараканды көре алады екенбіз. Лупамен жаңағы тараканның бетін, жаңағы кішкентай болса да көруге болады екен. Ал микроскоппен жаңағы әртүрлі көзге көрінбейтін молекулаларды көруге болады екен. Енді дұрыс тұжырымды анықта дейді. Жауап, дұрыс жауап саны 3. Осының ішінде 3 дұрыс екен. Оқимыз, сосын жауап береміз. Біреуін дауысы оқыңдаршы, артқа көрінбейді ғой. Дұрыс жауап, қазір артқа көрінбейді, артқа оқушыларға. Атом химиялық элементтерді құрайтын, олардың өзіне тән ерекшеліктерін сақтайтын ең кішкентай бөлшек. Келесі, Левкип заттың атомдық құрылымының ғылыми теориясын алғашқы болып ұсынған ғалым. Гректің атомы сөзі көрінбейтін деген мағынаны білдіреді. Дальтонның айтуы бойынша атомдар бөлінбейді. Дальтонның атомдық теориясына сәйкес әртүрлі элементтердің атомдары массасы мен басқа да қасиеттеріне байланысты ерекшеленеді. Мұғалім, мынау дұрыс. Гректің атомы сөзі көрінбейтін деген мағынасын білдіреді. Жақсы, 3 дұрыс болу керек. Тағы да 2, қайсысы деп ойлайсыздар? Дальтонның айтуы бойынша атомдар бөлінбейді. Жақсы, келесі 3-шісі.
Мынаны белгилейинби? Атом дегенimiz химиялык элементтерди курайтын, олардын өзүнө тән ерекшеликтерин сактайтын эң кичи бөлшек. Текшерип көрөбүзбү? Иә. Иә, көрейік. Жакшы. Бул жерде а, бул жерде жана бир ұл бала жооп берди го. Гректин атомы сөзү көрүнбейтин деген мағынаны билдирет эмес, көрүнбейтин эмес, бөлүнбейтин деп айттык кой биз. Жақсы, осы жерден қателесіп кетіппіз. Қалғаны барлығы дұрыс. Келесі енді біз молекулалар туралы тыңдайық, иә, видеоны. Материя тұрақты және үзіліссіз болып көрінеді. Алайда бұл олай емес. Барлық заттар атомдар деп аталатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Атомдардың кішкентай болғаны сонша, миллиондаған атомдар ине тесігіне сыйып кете алады. Атомдардың алуан түрлері бар. Бір ғана атом түрінен құралатын заттар элементтер деп аталады. Атом химиялық элементтің қасиеттерін сақтайтын оның ең ұсақ бөлшегі. Темір пластинаның құрамындағы атомдардың барлығы бір түрге жататын атомдар. Дәл осылайша, алтын құймасындағы барлық атомдар бірдей, бірақ темір атомдарынан өзгеше болады. Атомдар молекулалар деп аталатын топтарға бірігеді. Оттегі азот немесе хлор сияқты кейбір элементтер екі атомды молекула күйінде болады. Екі немесе одан да көп атом түрлерінен құралатын молекулалар химиялық қосылыстардың молекулалары. Химиялық қосылыстарда таза зат болып келеді. Химиялық қосылыстың мысалына суды жатқызуға болады. Оның әр молекуласы екі. Жана біз айттық, иә, бұл бізде судың формуласы. Сіздер тақтаға мұғалімдеріңіз жазып қойды ғой. H2 сосын 1 оны жазды, иә. Осыны молекула түрінде осылай ашып жазатын болсақ, онда судың формуласы осылай болады екен. Сутегі атомы мен бір оттегі атомынан құралады. Жақсы. Келесі. Бұл жерде конспект жазып аламыз ба? Осыны жазып алайық, иә, оқушылар. Мұнда дұрыстап көрмейді кішкентай. Жоқ, телефонға түсіріп Көрмейді? Телефонға түсіріп аламыз. Түсіріп аламыз, телефонға жаза береміз. Жақсы, түсіріп алыңыздар. Тағылап түсіріп алыңдар. Группаға жібере салыңдар. Ноутбук болған ең кіші. Тағы да екі жаттығу орындайық, содан кейін қорытындылайық, иә? Жақсы. Наны жазуға 2 минут уақыт берейін. Әмела, көріне ме саған? Ачып кейін бәрі. Жоқ, енді телефоннан көре аласыз. Үлкейтіп жазамын. Негізі сен алдыңғы партаға отыруың керек келесі жолы, иә? Өйткені айтақ та мен өзім көрмедім жанымда. Келесі жолы алдына отыра ғой, иә? Группаға жіберді, ашылап берді. Анықтап, түсінікті қылып, оқып отырып, молекула атомдарды. Иә. Атом дегеніміз не? Сендерді біле көрмейді, көз башы көрмей қалды жанымда. Жаңа да телевизормен бақсы. Артта отырған оқушылар жазып отыр ма? Иә, жазып отыр. Телефондарынан қарап жазып отыр. Жақсы. Жақсы. Сіздер телефонмен кіріп отырсыздар ма, или ноутбукпен кіріп отырсыздар ма? Ноутбукпен кіріп отырмыз. Жақсы.
аптасына 1 сағат қой. Көптеген атомды топтары бірігіп молекулалар атомдарын. Жақсы оқушылар, 2 минут өтті. Енді жаттығу орындайық. Төменде берілген сипаттамалардың ішінен қайсы атомға, қайсы молекулаға тиісті екенін анықтаңыздар дейді. Сфера пішінді дейді. Атом ба, молекула ма? Оқушылар, айтып жіберсеңіздер, мына жерге қойып, сосын тексерейік. Сфера дегеніміз қандай? Атом ба, молекула ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Жақсы, сфера пішінді атом ба, молекула ма? Жақсы, атомды белгілейін. Если білмесеңіздер, айта беріңіздер, сосын көреміз. Дұрыс па, дұрыс емес па? Өз бетінше өмір сүре алады дейді. Атом или молекула? Молекула. Жақсы, белгілейік. Үнемі қозғалыста. Атом ба, молекула ма? Молекула. Жеке өмір сүре алмайды. Атом. Ойланып жауап береміз. Химиялық жолмен бөлінеді. Артта қалып сосын көріп отырмын. Атом жай көзбен көрінбейді. Молекула. Химиялық жолмен бөлінбейді. Бір-бірімен бірігу қабілеті бар. Заттың қасиетін анықтайды. Атом ба, молекула ма? Молекула. Белгілі бір қасиеті жоқ. Атом. Тексерейік. Үнемі қозғалыста болатын молекула емес, атом екен. Химиялық жолмен бөлінбейтін атом емес, молекула екен. Көзге жай көрінбейді, атом. Бір-бірімен бірігу қабілеті бар, атом екен, е. Енді оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті ма сіздерге? Молекула дегеніміз не, атом дегеніміз не, түсінікті ма? Жақсы. Егер сіздерге тапсырма келесі сабақта осы тақырыпты оқу және де осы тақырыптың соңында берілген білімінді тексер бар ғой? Сол жердегі бірінші тапсырманы орындап келу. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Видеоларыңызды өшірмеңіздер. Әрі қарай қорытындылап, осы сабақты әрі қарай түсіндіретін өздеріңіздің мұғалімдеріңіз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Видеоларыңызды өшірмеңіздер. Запись жүріп жатыр өйткені.